Сәлем достар. Біз бүгін Scratch'тегі сабағымызды бастаймыз. Енді бүгінгі өтетініміз не болмақшы? Оны жүргізді. Бүгін мынаны жыбырлатуды үйренейік, және бір кәстемістің ішінен ақырын сызуды үйренейік. Сондай қарапайымдардан көрейік. Біздің мынау бір спрайт, бір кейіпкеріміз. Бұны жыбырлату, және бұны қалай сақтап алу керек? Көп балалар соны сұрап жатыр, кішкентай достарымыз. Бірінші, мынаның ішінде файл деген сөз не деген сөз? Құжат деген сөз, файл, құжат. New деген сөз не деген сөз? Жаңадан құжат құру бассақ, осы new'ді басамыз. Егер мысалы мынадай бір нәрселерді қойып алдық, өте көп қалаймақан басып кетті, міне мына ішінен қойып, енді мен бәрін жаңадан бастаймын десек не болады екен? Файлдың ішінен new'ді бассақ болды екен. Мынау жаңа болып шыға келеді. Осы жер, мынаны басқанда не дейді? Бұрынғыны бірақ жаңалайсың ба дейді. Окейді бассақ болды, бірақ жаңаланады. Ал енді осыны сақтап аламыз десек не болады? Файлдың ішінен save деген сөз. Save to your computer деген не деген сөз? Өз компьютеріңізге сақтау деген сөз. Түсінікті ма? Өз компьютеріңізге сақтау. Ал енді мына ішінен бейсек, бір жерге ат қойып сақтап алуға болады. Мысалы, мен мынаны бір дупликейт қылу неде болды? Көбейту. Әдетте тінтуірдің оң жағын басып, дупликейт қылып көбейтіп алуға болады. Немесе, мен мынадан бір түрлі осы сияқты енді бір белгілерді қойдым енді ұқсамайтын. Осыны сақтаймын десем не болады екен? Файлдың ішіне сәптен бір өзіңізге орын белгілейсіз. Енді мысалы менде десктоп деп тұр, сізде түрлі компьютер деп тұру мүмкін. Ол жер әр алуан компьютерде әр түрлі болады. Соның ішіне мен бір ат қойып сақтадым. Немесе бір Scratch деп ат қойып сақтайын. Мына ішінен сақтадым. Енді мен жаңалайын. Әдетте осы бет ашылған кезде осындай жап-жаңа болып тұрады. Ештеңе жоқ. Енді жаңағы сақтағанымды ашып аламын десем қайтайын? Файлдың ішінде мына new load from болады. Өз компьютеріңізден кіргізу дегенді басасыз. Түсінікті ма? Load. Соны бассақ не болады? Жаңағыны ашып алуымызға болады. Жаңағымыз қайдеді? Мынаны ашып алуыма болады. Түсінікті ма? Бұл өте қарапайым, new'ді басып, мен жаңалай салайын. Көп балалар мынаны жүргізгісі келеді, аузын жыбырлатқысы келеді. Сөйлетіп біз жүргізтейік, сөйлетейік. Мысалы, мынаған сәлем деп айтқызайық. Сәлем. Қызықты ма? Қызықты. Ендеше мынаған қарап болсақ, мына жерде аузы бар. Түсінікті ма? Міне біріншісінде аузын ашып тұр, Содан кейін мына біреуді таңдап алайық. Содан мынада ауыз ашып тұра берсін. Немесе екіншісіне келейік. Екіншісіне келгенде мен аузын бітейін. Үшіншісіне келгенде мынада дупликейтті басайын. Дупликейт. Көшіру деген сөз болды. Үшіншісіне келгенде мынандай. Езуін бүйтіп. Немесе көзін жылтайын. Көздерін жылтайын. Енді мына қызық болады да. Енді мына біріншісіне келейін. Біріншісіне кеп, мынанда дупликейт қылайын. Оң жағымыз дупликейт. Соның бірінші аяғын сәл-пәл мынаны бүйтіп таңдауыма болады. Бүйтейін. Міне, мынаны жалпы осы жеріне дейін таңдап, мына біраз бүгуіме болады. Содан кейін жер бүйтіп қойыма болады. Түсінікті ма? Содан мына жерге келгенде, мына аяғын сәл-пәл редакциялайын. Мына жерін сәл өзгертейін.
Міне біреу арқылы үлкейтуге болады. Міне жерден бүйсек, мынаның үлкейтіп ап, нүктесін ғана таңдайық. Содан кейін, мына мен қайсам, мынандай түрлі белгілер байқалды. Аяғында. Енді артқы аяғы, мынада екеуі өте ұқсас болып қалды. Содан кейін артқы аяғын сәл өзгертейін. Міне, сәл өзгерттім. Қызықты болсын, өзгертіп қойдым. Содан мынаның артқы аяғында сәл-пәл өзгертейін. Бұның аузы сөйледі. Енді өзгертуге болады. Енді мен қарайын. Міне жерден мынаны басқанда қимылдау үшін қайсысына келуші едім мынаны? Events дегеніміз оқиға дегеніміз. Содан кейін мынаны келеміз. Осыны басқандағы when, to'ды басқанда clicked. Сосын қайсысына келеміз? Forever. Жоқ, forever'да келуден бұрын мен бір сынақ көргім келіп тұр. Ол үшін мен looks'тың ішінен қайсысы? Next костюм деген неде болды? Келесі костюмға жаңа өткізу. Жаңаны басып көрейін. Енді қайда деген? Сонда, мынада қарап отырайық. Біз көзін жыпылықтатуымыз керек екен. Біріншіде көз болады дейік, екіншіде көз оншалықты болмайды. Ол үшін мен мынаны жыпылықтатайын. Ол үшін мынаны сәл-пәл кішірейтіп алайын. Мынандай болды. Мына жерге келейін, мына жерге келейін. Сол мынаны мына жерге апарайын, мына жерге кірейін. Сонда бұның аузы екіншісінде сәл ауыз тіпті үлкен болып ашылсын, қызық емес пе? Содан мына жеріне келген кезде мынау сызық болып қалсын. Өзгерістер болсын да. Ал енді құлағының өзін өзгертуімізге болады. Түрлі өзгертуімізге болады. Мұртынды өзгертуімізге болады. Оны өздерің уақыттарың жетісіне қарай құбылта бересіңдер. Міне. Бір түрлі қалсын, мен қарайын. 1, 2, 3, 4, 5. Қызық екен. Енді не істеу керек? Мынау енді бүйтіп басып осың мағынасы ғой. Өздігінен айналу керек. Ол үшін нені әкелеміз? Forever. Дұрыс айтасың. Сендер асығып отырған forever дегеніміз өте керемет нәрсе. Мынау мәңгілік айналу. Компьютерде for деген программа бар. For ешчепті аталады. Соның ролымен ұқсас. Мәңгілік айналуды мына жерге әкелдік. Үстіне әкеп қаптай салдық. Енді көрейік. Өте бұрылды кетті ғой, Енді қайтайық. Күту өте тамаша. Күту дегеніміз немене? Wait. Неше 1 секунд күттіріп көрейік, Өте ақыр болып қалды. Енді ше қайту керек? 0,3 Оннан 3 болсын. 2 болсын? 0,1 болсын. 2 дедім. 2 болсын ба? Жақсы. 2 болса ақырынырақ болады. Біз сабақ түсіріп жатырмыз. Сабақ ресми. Елге сабақ жатырмыз. Мынандай болды, міне 0,2 болды. Қызық па екен? Қызық, өте қызық та? Енді бұны артына көріністі келуге бола ма? Оның артына көріністі мұнан ішінен
Мына ішінен, өзінің ішінен, backup деп таңдай саламыз. Содан қайсына келуге болады? Орман. Картанда келейін, Yeah. Мынаны келейін. Содан кейін мынаны жылжытуға бола ма? Yeah. Жылжытуға болады. Содан кейін Сөйлетуге. сөйлетуге бола ма? Yeah. Қалай сөйлетеміз? Логстың ішінен. Логстың ішінен Hello-дан келеміз. say hello. Мына жерге жоқ. Мынаның ішіне қарай салайын. Hello. Hello. Жоқ. Мына ішіне келеді екенбіз. Қайта-қайта айтқылады hello деген сөзді. Сондықтан не қылу керек бұны? Бөлек алып қою керек балалар. Yeah. Мына бөлек. Ендеше бұл бөлек болу үшін не істеу керек? Events-тің ішіне мынаны әкелу керек. Сол кезде мына өзі hello деп өзі айта берсін. Hello деп кетті ғой. Бұған дыбыс беру үшін қалай істеуге болады? Soundқа кіргіз. Sound. Sound. Енді мына жерден жаңа нәрсе келсік. Sound дегеніміз не болды? Дыбыс. Дыбыс деген сөз. Мынаны мен бүйтіп көрсетейін міне. Sound. Не болды? Дыбыс. Дыбыс. Содан кейінше. Pop. Мяу деген дауыс келеміз бе? Play sound болады. Play sound. Play sound дегеніміз Дыбысты ойнау. мынау play sound. Дыбысты қою, дұрыс. Сол кезде мынаны көрейік. Мяу дейтін. Түсінікті ма? Егер мына ішінен көретін. Рекорд. Hello. Жақсы. Мынау жаңа дыбыс қалу болды. Мынау қою, мынау сақтау, сақтау деген сөз save деп аталады. Рекорд деген дыбыс қалу. Дыбыс қалу деген сөз. Ал егер ананы бассаңыз, Save. артқа қайтады. Осы жерге сақтаймыз ғой. Мына жерге айтылған сөзді сақтаймыз. Hello. Hello. Содан кейін не істеу керек енді? Оның ішінен таңдап алу керек. Дұрыс айтасың. Мына ішінен өте тамаша. Start sound. Осының ішінен hello деген сөз таңдап алуымыз керек. Енді қойып көрейік. Hello. Қойып көре алдық па? Қызық екен. Егер бұл үнемі қайталап айтсын десек не істейміз? Егер мұнау мяу немесе халау деп айта берсін десек не істейміз? Оны қоспай... Жоқ, жаңегін әкелеміз. Forever'ды әкеле саламыз ғой. Мына жерге әкеп үстіне қоясақ болды. Мұнау енді дейсең халау, мяу деп айта береді. Өйткені біз бұны мәңгілікке теңшеп тастадық. Түсінікті ма? Мәңгілік. Егер біз бір 3 рет айтсын десек не істейміз? Онда мынаны өшіріп тастайын. Мынаны өшіру үшін қайтеміз? Оң жағын басып, delete, block деген басамыз. 3 рет айтсын десек, repeat деп тұр ғой, repeat, қайталау. Repeat, қайталау. Бұл қандай екен? Бұның шегі бар екен, forever'мен. Нәді 3 деп қоямыз. Содан кейін қайталайды. Сізден жалғамадыңыз, қоя алмадыңыз. Біз мұнаны сақтап алайық алдымен, өшіп кетпеу үшін сақтап алайық. Scratch. Нешінші сабақ? 2-ші сабақ. Енді біз мұнадан жаңалайық. Мұнандай қатып қалған кезде жаңалап алуларыңа болады. Файлдың ішінен load from, соның ішінен қандай? Сақтадық Scratch 2-ші сабақ деп.
Содан кейін мынаны әкеп былай қойдым. Repeat. Енді міне. Hello, hello, hello. Содан тоқтайды. Міне, тоқтайды. Бірақ мынау айнала береді. Мынау сөйлей береді. Не үшін? Мынада біз repeat емес, мынау forever. Мәңгілік. Мынау repeat дегеніміз саны бар. Неше рет қайталау саны бар. Мынау forever, мәңгілік. Түсінікті ма? Иә. Сонда біз бүгін бірталай нәрсе үйреніп алдық, Сақтауды, мәңгілік сөйлетуді, Жаңалауды. жүргізуді. Жүргізу үшін не істейміз? Алдыға қарай жүрсін десек не істейміз? Next. Motion. Motion next guys. Жоқ. Next. Good. Change. X by. Change X by. Change Y by. 10 деп қояйық. Егер жүре бер десек не істейміз? Forever'дің ішіне мына бөлек кіргізіп тастайық. Жүре бер, кете бер. Егер, мынаны forever'дің ішіне кіргізбей қойымызға да болады. 3 рет жүруімізге болады. Ол кезде қайта мына ішіне кіргізіп қойсақ болады. Егер мынау to баста осы жерден тұрып басталсын десек не істейміз? Орнын теңшейміз. Онда нені әкелеміз? Мына go to X. Осыны осыдан кейін қойып қойсақ болды. Міне 142, 107. Go to X. Мына жерде тұрады. Go to X. Осы жерде басталсын деген сөз. Содан кейін қайтты. Міне. Ақырын жүріп алдыға қарай кете бастады. Hello деп кете бастады. Ал егер ананы анда қойсақ, ол тезірек жүреді. Ақырын ілгерілейді деген сөз. Түсінікті ма? Иә. Бүгінгі сабағымыз оңай ма екен? Иә. Өте оңай, бірақ біз бүгін көп нәрсені түсіндік. Жақсы ма? Иә. Сөйлеген, дауысын ашқан, жыбырлатқан бәрін түсініп алдық. Иә. Жақсы болды ма? Керемет. Бүгінгі сабағымыз осы жерге дейін. Сау болыңыздар.